Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің қазақша каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ет тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Әр өңірде әртүрлі айтылады. Бешбармақ, ет тамақ, нан салма, қамыр жайма, бізде ет тамақ деп айтылады. Мен 3 түрлі еттен жасаймын. Сүрленген ет, ысталған ет, қазы және де свежий еттен жасайтын боламын. Ең алдымен етімізді мұзды суға салып, қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Қайнағаннан кейін ғана отымыздың астын жай басып қойып, үстіне сәбіз, помидор, болгар перецін, пияз, картошка барлығын салып, жақсылап қақпағын жауып қоямыз. Дәл осылай кішкене оттың астында өзі қайнап, майы шығатын болады. Мен ет тамаққа өзінің майына қамырды міндетті түрде басамын. Сол кезде қамырымыз дәмді болып шығады. Ең алдымен өз қажетіңізше онды аласыз және де дайын тұрған жаңағы сорпамыздың майының үстіне кішкене су құйып, қамырымыздың үстіне жай-жайдан құя отырып, қамырымызды басатын боламыз. Бұл жерде менде 2-3 адамға арналған қамыр болады. Осылай илеген қамырымызды тұндырып қоямыз. Одан кейін тұздыққа көшеміз. Маған бір ғана пияз жетеді. Осы пиязды жақсылап турап, жаңағы сорпамыздың майынан алып, оны кішкене қайнатып алатын боламыз. Ет тамағымыздың бетіндегі майын осылай алып, пиязға құйып, бұны газдың астында кішкене қайнатып аламыз. 1,5 сағаттан кейін осылай баяу оттың астында піскен етімізді сүзіп алатын боламыз. Етіміз өте қатты, езіліп кетпес үшін. Піскен етімді алдын ала жақсылап турап кесіп дайындап қоямын және де қамырымды жайып қойдым. Осылай сап-сары болып қалың немесе жұқа емес, біздің қамырымыз дайын болды. Жұмыртқа қосқандықтан қамыр бұл сорпада езіліп кетпейді. Бұдан ешқандай да қорықпай қойыңыздар. Осылай қайнаған сорпамызға қамырды жай-жай сала отырып араластырып қоямын арасында. Осылайша біздің қамырымыз 10-15 минуттың ішінде жақсылап пісіп шығатын болады. Ет дегенде бет барма деген ғой. Міне осылайша қамырымызды сүзіп алып, үстіне етімізді орналастырдым. Арасына тұздықты сүйіп қойсаңыздар болады. Сол тұздықтың үстіне сорпа құясыздар. Баршаңызға ас болсын, ет етке, сорпа бетке. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.